Үйге bir gün сабақтан келсем, мамам айтты, есікте тұр деді. Мен қарадым, не болды мама десем, кірме, есікте тұр. Кіргенде бірінші төбеңге қара, қазақтың қара шаңырағы осы үй. Далада сен түрк боласың ба, американдық боласың ба, кім болсаң бол, үйге кіргенде қазақ боласың, қазақша сөйлейсің деп айтты. Сөйтіп бізді тәрбиелеген Түркияда. Мен Түркияда туып өстім. Әлемнің көп мемлекетінде жұмыс істедім. Европаның бүкіл мемлекеттеріне, Францияда, Германияда, Голландияда, Ресейде, Японияда, бүкіл мемлекеттерде жұмыс істедім. Ең соңғысында алған осы жылға шейін келген бүкіл енді білімімді, еңбегімді өзім қазақ болғандықтан Қазақстанға берейін. Қазақстанның үлкен энергия саласында болсын, су саласында, кейбір қай салаларда болса да, сол проблемаларды шешуге тырысу үшін әлемге танымал, белсенді, күшті, мықты фирмаларны Қазақстанға тарту өзі халқынға үлкен қызмет деп ойланып отырмыз. Сол үшін тырысып отырмыз.